Ассаламағалайкум, ардақты алаш жұрты, құрметті менің жерлестерім, ұлы көшке мүдделі қауым. Бүгін сіздермен уәде туралы әңгімелескенді жөн көрдім. Уәде, кәдімгі уәде. Қазақта бір сөз бар екен. Уәде Құдай сөзі деген. Уәдеден қайту ол жақсылыққа апармайды. Өте қасиетті ұғым уәде. Жігіт адам уәдесінде тұру керек екен. Бұл енді қалыптасқан біздің бір адами қасиетіміз. Шақырған жерге уәде қылған уақытта бару керек. Ең кемі, ең қарапайымы осыдан басталады. Енді уәденің үлкені бар ма, кішісі бар ма, оны мен білмеймін. Уәде берілгеннен кейін орындалу керек деп ойлаймын. Өз басым қоғамдық қызметтермен көп айланысам. Өте осы шеттегі қандастардың көші-қон қызметімен. Менің бұрын араласқан жігіттерде, қазір араласып жүрген жігіттерде білсе керек, мен ешкімге уәде беріп көрген адам емеспін. Мен осыны былай жасаймын, мен мынаны бүйтем, мынаны сөйтем деп ешкімге уәде берген емеспін. Былай назар салып жүрем осы көші-қон процестеріне. Орай келгенде соны қамтып қалуға тырысам. Идеяларымды ортаға қоям, оны сөзсіз орындатам деп айта алмаймын. Өйткені менің қолымда ондай құзырет жоқ уәде беретіндей. Басқаның қолында. Сондықтан сол үшін күресем. Енді бұл уәде президенттің аузынан шыққаннан кейін ол сөзсіз орындалу керек. Егер орындалмаса болмайды ол. Онда ол президенттің абыройына дақ түсіреді. Ұлттың абыройын кетіреді. Енді ұлттың көшбасшысы ғой президент деген. Біз әзіргі тілмен президент дейміз, ел басқаратын адамды. Бұрын қан деген, патша деген, қанның екі сөйлегені, өлгені деген де сөз бар қазақта. Кәдімгі өзіміздің қазақтың шығарған сөзі. Енді біздің президентіміз қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, мен осы сөзді қайталаудан жалықпаймын. 2019 жылы президент болып, Айқын және Егемен Қазақстан газеттеріне сұхбат берді. Жаңылмасам, бұл сұхбатта сол газеттің сол кездегі екі бас редакторы Тарқан Қыдырәлі және Нұртөре Жүсіп алған болатын. Сонда президентіміз көші-қонға арнайы тоқталып, осы Оралман деген атаудың ұнамайтынын айтты, өзгерту керектігін айтты. Қатты қуандық. Өте қатты қуандық. Халықтан бірден қолдау тапты. Сосын анау атақты сөзін айтты. Шетелдегі қандастарымызды елге қайтару ісі ешқашан назардан тыс қалған емес, қалмайды да. Дүние жүзіндегі қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру біздің қасиетті парызымыз деген сөзді айтты. Мен осы сөзді 100 қайталаудан, 1000 қайталаудан жалықпаймын. Өйткені бұл президенттің үлкен газетте, еліміздің бас газетінде президент ретінде берген осы көші-қон туралы уәдесі деп қабылдадым. Уәдесі деп қабылдадым. Тоқаев заманындағы көші-қон саясатының бағыты да, бағдары да, өзегі де осы сөз болады деп мен сеніп жүрдім, шынымды айтайын. Құдай ақы түн жамылып отырмын ғой. Енді өзіңнің туған президентіңе сенбесең, өзің жақсы көретін адамға сенбесең, онда өзіңде гәп бар, онда өзің дұрыс адам емессің. Мен сендім осы сөзге. Әлде сенем. Бұл сөз әлі күшін жойған жоқ. Күн тәртіпте тұр, президенттің сөзі тасқа басылып қалды. Өкінішке орай, осы уәде басқа бағытқа қарай бұрылып бара жатыр, көші-қон саясатындағы. Басқа бағытқа қарай бұрылып бара жатыр. Ол туралы мен көп айттым. Оған тоқталмай-ақ қояйын. 2019 жылы мен президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының қабылдауында болдым.
қабылдауында болып, ол жөнінде де көп жаздым, оған да көп тоқталмайым. Кітаптарымды сыйладым. Мен көші-қон жөнінде 3 кітап жаздым қазірге дейін. Ол кезде 2-і шыққан, соның біреуі көшке кім өш деген атақты кітабым. Құлыбаевтар туралы, Мәсімовтер туралы, оның бер жағындағы оның құйыршықтары туралы жазған қалың кітап болатын. Көшке кім өш деген кітап. 2013 жылдан басталған жаңағы көші-қонға қастандықты 2015 жылдың аяғында әрең түзеттік, біршама түзеттік. Сол кезде соны тасқа басып, соның бәрін қалдырған болатын. Президентке ұсындым, Қасым-Жомарт Кемелұлына. Қолын алып, жымиып күліп, кім өш деп сөйтті. Енді білесіз ғой, 2013 жылы 4 жылға азаматтық бермейтін заң қабылданды. Мен соларды көшке өш деп есептеймін деп айтып едім, күлді. Сосын екінші кітабымды бердім. Ол кітап «Заң түзелді, қандасым, сен де түзел» деген кітап болатын. «Заң түзелді, қандасым, сен де түзел» деген. Алып, аты әдемі екен деп, тамсанып қарап, әдемі шыққан кітап болатын. Бейсен Серікбай деген ағам жобалап шығарып берген баспасынан. Өте дұрыс деді. Қандастар да түзелсін деді. Олар да түзеліп, осы заңды білу керек, құрметтеу керек деп сондай сөз айтты. Сосын мен айттым, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мынау сұхбатыңызды айттыңыз, оралман деген сөз маған ұнамайды дедіңіз. Міне соның арқасында мына оралман деген сөзден құтылдық, бір сүйкімсіз сөз еді. Бізде сүйкімсіз көрсететін қандас болдық. Сондықтан мен енді 3-ші кітабымды шығарайын деп жатырмын. Сол кітабымның атын оралман емес қандас деп қойсам деп отырмын дедім. Сіздің құрметіңізге солай деп қоюды шештім. Сол кітабымды сізге арнайым дедім. Рахмет, солай қойыңыз деп сөйтті. Сосын іле-шала сол кітабымды шығардым. Сол кітапты шығарып, сол кітаптың бірінші бетіне аса мәртебелі Қасым-Жомарт Кемелұлы деп леп белгі қойып, сол кісіге арнап бір бет сөз жаздым. Я, ол кісінің президент болып келе сап, сол оралман атағын қандас деп өзгерткенін атап өттім. Жаңағы қасиетті парызын атап өттім. Сосын жаңағы үкіметке сол кезде тапсырма берген. Үкімет көші-қон үрдісін басқару үшін пәрменді шаралар қабылдауы тиіс деп сол сөзін келтірдім. Соны міне тұңғыш президент бастаған ұлы көшті сабақтасты жалғай отырып, сіз соның үлкен жаңағы концепциясын жасап бердіңіз. Қандастарды туған жерге шақыру біздің қасиетті парызымыз деп мызғымайтын темір қазығын қадап бердіңіз. Сол үшін сізге дән ризамын дедім. Алла қаласа енді осы сөздер түгел іске асып, Алатау мен Сарыарқаны жөнкіле бетке алған қазақ көшінің екінші алтын дәуір басталады. Мен аталған қасиетті парыздың орындалу барысында сіздің де бірегей қолдаушыңыз болатыныма сенімдімін. Ендеше осында ұлы мақсат жолында тынымсыз күрескен және терең зерттеген еңбегімнің белгісі болсын деп шығарған кезекті кітабымды сізге арнадым. Қабыл алыңыз, зор құрметпен, Ауыт Мұқибек, 2020 жыл 20 март деп жазып, қолымды қойып, осы кітапта тұр сол. Сол президентке жөнелттім. Кейін Ерлан Қайрын маған звондап, кітабыңызды алды, рахмет айтты деп жеткізді. Көрдіңіз ба? Мен тұңғыш рет президентке уәде бердім. Мен сіздің де бірегей қолдаушыңыз болам дедім. Бірегей қолдаушыңыз. Жай емес, бірегей сіздің де деп. Бұл жерде сіздің де дегенде мән бар. Өйткені мен тұңғыш президенттің де қолдаушысы болдым. Ол кісі көші-қонды бастады. 30 жылға жалғастырды. Бірақ ортада жаңағы алыстан шауып келе жатқан Ұлықөш деген құлагерді екі батыраш Қособадан Қосжүректен атты 13-ші жылы. Ол Мәсімов пен Құлыбаев болатын. Сөйтіп атып құлатты. Бірақ біз қайтадан қалпына келтірдік Ұлықөшті, елбасына хат жазып. Сондықтан сол қалпына келген күннен бастап, Ақордаға қабылданып, Ұлықөштің қайтадан қалпына келетінін естіген күннен бастап, мен тұңғыш президент Назарбаевты қолдадым. Өлеңдер жаздым, ол кісіге арнап. Әрбір саясатын қолдап отырдым. Ауыт Мұқибек жағымпаз деп жатты.
ойбай топли жалағыш деп жатты десе дей берсін. Мен қазағым үшін жағымпаз болсам ештеңке қылмайды. 6 миллион қазақтың тағдыры үшін жағымпаз болсам, топли жаласам ештеңке кетпейді. Одан маған келіп кетер ештеңке жоқ. Шыбын шаққан көрген жоқпын мен сол сөздерді. Демек, тұңғыш президентті қалай қолдасам, мен қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты дәл солай қолдадым. Қолдаймын деп уәде бердім. Өйткені ол кісі де уәде берді. Атажұртта алыста жүрген қандастарымыздың басын қосу біздің қасиетті парызымыз деді. Көрдіңіз ба? Енді міне сол қасиетті парызды қағаз жүзінде қалдырып, Қасым-Жомарт Кемелұлының қайран сөзін қор қылып, жаңағы Ағардыда отырған Ағешкі мен Көктеке соны мүлде басқа бағытқа бұрып бара жатыр. Мен түсінікті болу үшін айта кетейін. Тамара Дүйсенова деген керемет адам министр, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі. Алтын адам, тап-таза, кристалл. Ол бас екеу емес, ол осындай заң жасауға, жоба жасауға, оның дәті бармайды ол. Ар жағынан жасатып отыр президенттің аппараты, кәдімгі жоба дегенді олар жасайды, олар аппарат қосады. Осы жерде әділеттілік үшін тағы бір нәрсені айта кетейін, бір сөзді айта кетейін. Қазір президенттің аппаратының жетекшісі Нұртілеу, Мұрат Нұртілеу деген азамат. Қасым-Жомарт Кемелұлының көмекшісі болып жүрген жігіт деп естідім. Мен өзім танымаймын, көрген емеспін. Әділеттілік үшін айтайын, ол жігіттің көші-қоннан хабары жоқ, ол жаңа келді. Оның басқа жұмыстары толып жатыр, көші-қонмен айланысады деп мен есепті ол кісіні ойламаймын. Бірақ басқалардың айланысып, соны құптап президентке жеткізетін болу керек. Бірақ сол кісіде, сол президентті көшті тоқтата қояйын деген ой ол кісіде болған жоқ. Өткен өмірбаянына қарасам, Жаркенттің тумасы екен. Жаркентте туған бала, ол сөзсіз ол Суанның баласы. Ар жағында Қарыс жерде Суандар отыр. Жоқ әлде жаңылдым ба? Жаркентке жиен деп естідім рас. Нағашылары Суандар екен. Ар жағынан бір аттап жерге өте алмай, өмір бойы зарығып, бір Суанның баласы екіге бөлініп, шекараның ар жағымен бер жағында. Сондықтан ондай қадамға ол жігіт барады деп есептемеймін. Әділеттілік үшін айтып қояйын. Бұны жасап отырған, бұрыннан істеп келе жатқан, министр болған, аппаратта істеген, тағы сондай сол президенттің айналасында жүрген бір қояқтар жасап отыр. Ол анау Мәсімовтің қалдығы, ол анау Құлыбаевтың сол қағып кеткен шегесі, ол президентті сол тұқыртқалы отыр. Жағы уәдеден тайғызып. Мен не үшін өліп, тіріліп, күндіз түні осы сөйлеп, мақала жазып, алпарысып кеттім. Мен жағы уәдем үшін күресіп жатырмын. Мен президентті жарға жығып кетпесе екен, халықтың алдында масқара қылып кетпесе екен, уәдесінен тайдырып кетпесе екен деп сол үшін күресіп жатырмын. Барымды салып күресіп жатырмын. Өйткені мен жігітпін ғой, азаматпын мен. Мен уәде бердім. Мен сіздің бірегей қолдаушыңыз боламын деп. Міне мен сол қолдап отырмын. Менің айтайын деген әңгімем болса, құрметті қауым, осы қайырлы ойымды бөлісіңіздер, YouTube каналдарыңызға салып қойыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздерге деген құрметпен Ауыт Мұқибек, қыркүйек айының 16 жұлдызы.